Баршаңызға қайырлы күн. Ауылымыз шөлейтті жерде орналасқасын ба, біздің жақта адыраспан көп өсетін. Баламыз ғой, түйнегін жіпке тізіп, моншақ жасайтынбыз. Бұл қылығымызды үлкендер көрсе ұрсатын. Адыраспанды бей-берекет жұлуға болмайды деп тыйым салатын. Жұлғызбағаны былай тұрсын, өсіп тұрған адыраспанның үстінен бастырмайтын. Бала кезде шыбын-шіркейден қорғану үшін де бықсытып адыраспаннан түтіндік салатынбыз. Ондай кезде әжем үнемі адыраспанды маған жұлдыратын. Оның себебін адыраспанды бойы таза ер адам жұлуы керек деп түсіндіретін. Оны жұлар алдында жақсылап дәрет алып, сосын ассалаумағалейкум адыраспан, бізді сізге жіберді Омар Оспан деп келетін тіркесті айтқызатын. Мұның сырын сұрағанда үлкендер адыраспанға Мұхаммед оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, пайғамбарымыз дем салған, Хазіреті Оспанды бір апаттан сақтаған деп түсіндіретін. Қандай қалай ол жағын ашып айтқан емес. Сіздермен бірге денсаулыққа пайдаларын аса. Достар, біздің арнаға көрермендердің 99%-ы тіркеусіз қарайды екен. Сондықтан арнаға тіркеліп қойыңыздар. Қазақ тілді контенттің дамуына үлес қосыңыздар. Ал біз бастаймыз. Адыраспан улы өсімдік. Біздің қазақ адыраспанды киелі өсімдік деп біледі. Адыраспанның киесі қасиетті шипалығында. Адыраспан улы өсімдік. Адыраспанның сабағы, жапырағы, тіпті оның түтінінде де шипа бар. Этнограф ғалым Серік Қоңдыбай өсімдіктер көне заманнан бері адам баласына қызмет етіп келеді. Оны түрлі мақсатта ең алдымен бояу жасауға, тері игеруге, сабағын қайнатуға және емдеуге пайдаланады. Мәселен, адыраспанның өзіндік иісі бар және мал жеуге жарай бермегенімен кәсіптік маңызы бар. Адыраспаннан көптеген жұқпалы аурулардың кейбіреуіне қарсы препараттар алынса, ревматизм, тері және қышма ауруларын емдеуге халық ертеден пайдаланып келеді деп жазған болатын. Адыраспанды қайнатып, сол сумен аяқ-қолы сырқыраған адамдар денесін буласа саптыйлады. Бұрындары суық тигенде, дене бүрткенде, қышығанда, ұмытшақтық меңдегенде, тіс қақсағанда осы адыраспанның суы мен буымен емделген. Қазіргі уақытта да адыраспаннан жасалған дәрілер фармакологияда қолданып жүр. Мұндай дәрілер қабынуды жазу, зәр айдауды жақсарту, ішек құрттарын өлтіру, қызыл иектің қанауын тежеу, іш ауруын жазуға көмектеседі. Адам ғана емес, адыраспан жан-жануарларға да ем екен. Малдың қотырын бұрын адыраспан қайнатпасымен жуып жазатын. Дала жануарлары да дерт меңдегенде адыраспанға аунап жазылатын. Үлкендер айтып отыратын. Шариғат не дейді? Адыраспанды көпшілік аластату мақсатында қолданады. Бұрынғылар сәбидің бесігін, сырқат адамды, тіл көз тигендерді және ескі үйді адыраспанмен аластайтын. Адыраспанмен аластау қайдан шықты? Бұл рәсімді көптеген адамдар исламға дейінгі дәстүрлермен түсіндіреді. Әсіресе көне түркі халықтары аластау арқылы тазалауға мән берген. Бұл жайлы Гази университетінің профессоры Ибрахим Дилек көне түркі тайпалары мен Сібір халықтары және барлық түркі тектес халықтар оттың тазалаушылық және аластатушылық қасиетіне сенеді. Тазалау қажет заттың, малдың тіпті адамның жағылған екі оттың арасынан өткізгендігі және аластау арқылы тазаланғаны белгілі. Бұл рәсімдер көне түркі халықтарының сенімімен байланысты болса да, ислам дінінің және оның әр түрлі мазхабтарын қабылдаған түркі халықтарында әлі күнге дейін жалғасуда деп түсіндіреді. Рас, адыраспанмен аластау ел арасында әлі күнге дейін жалғасып келеді. Адыраспанның түтіні улы, сондықтан оны микробтар мен вирустарға қарсы дезинфекция ретінде қолданады. Адыраспанмен аластауға қатысты шариғат не дейді? Шариғат және Патуха бөлімі меңгерушісінің орынбасары Хасан Иманқұл адыраспанды дезинфекция ретінде қолдану шариғатымызға еш қайшы келмейді дейді. Асыл дініміз адам баласына пайдалы келетін нәрселерге жүгінуге рұқсат етеді әрі қолдайды. Пайғамбарымыз Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын,
Бір сөзінде Алла тағала бірде-бір ауруды шипасыз бермеген. Өлімнен басқасының емін тек зерттеуші біледі, оны надан адам білмейді, дейді Ибн Мәжа. Осы хадистегі емін тек зерттеуші біледі дегендердің қатарына аталған шөпті тәжірибеден өткізіп, көнеден бері қолданып келе жатқан ата-бабамыз да кіретіні сөзсіз. Алайда адыраспанды ерекше бір тылсым күшке ие екенін сүйенуге қатаң түрде тыйым салынады. Алла елшісінің, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Бұған қатысты Алла тағала бірде-бір ауруды шипасыз бермейді. Әр сырқаттың емі бар, және де егер дәрі сырқаттың шипасын берсе, ол Алланың қалауымен болғаны. Муслим деген хадистері бар. Сондықтан да өзін мұсылман санайтын кісі шипа тек бір, Алладан келетінін естен шығармауы тиіс, дейді Асан Иманқұл. Не үшін киелі? Адыраспанды біздің қазақ киелі өсімдік деп түсінетінін жоғарыда атап өттік. Не үшін киелі? Жалпы қазақ дүниетанымындағы кие ұғымы нені білдіреді? Бұған жауапты дін мәселелері жөніндегі ғылыми зерттеу және талдау орталығы шығарған Әбдірәсіл-қызы, Исахан, Муслимов тағы басқа авторлар қарастырған дін саласындағы өзекті мәселелер бойынша 20 сұрақ жауап кітабынан табуға болады. Қазақ халқы кейбір өсімдіктерді де киелі деп біледі. Соның бірі адыраспан. Халық оның емдік қасиетімен қоса киелілігін мойындап, түтінімен аластап үйге іліп қояды. Адыраспанды киелі деп санағандықтан жинайтын кісі дәретпен таза күйде Құдайға құлшылық жасап, Бисмиллахи-рахмани-рахим, мен келдім әр нәрсеге адыраспан, атыңды қойған екен Омар Оспан, Бисмиллахи-рахмани-рахим деп айтып барып, адыраспанның сабағына қол тигізген деп жазады. Осы тақырыптың соңына қарай кітап авторлары қазақ халқы өз тарихында қаншама қиын тағдыры бастан кешкеніне қарамастан кие туралы түсінікті ұрпақтан ұрпаққа жоғалтпастан жеткізіп келеді. Бұл қазақ дүниетанымымен ерекшеленетін ұғым. Халық кие ұғымы арқылы болашақ ұрпаққа қасиетті жерлерді, тіршілік иелерін құрметтеуді үйретеді. Сол арқылы киелі заттарды қолдануды тыйып отырады. Сондықтан бүгінгі буынның міндеті осындай түсініктерді келер ұрпаққа өзгеріссіз жеткізу болмақ деген түйін жасаған. Рас, кие деген ең алдымен құрмет. Бабаларымыз киелі деп атау беру арқылы жан-жануарларды, өсімдік әлемін сақтауды бізге аманаттап кеткен болатын. Сіздермен бірге денсаулыққа пайдаларынасы. Достар, видео ұнаған болса, достарыңызбен бөлісе жүріңіздер. Келесі кездескенше аман жүріңіздер.